Сәлем достар. Біз бүгін Еңбек.kz порталында жұмыссыздыққа тіркеліп, жұмыссыз статусын алуды үйренетін боламыз. Ол үшін біз егов порталы арқылы кіреміз. Аут сертификатын таңдап, кіргеннен кейін Еңбек.kz сайтына кіру үшін рұқсат береміз. Одан кейін государственные услуги бөліміне өтеміз. Яғни жұмыссыз ретінде тіркелуге өтініш тастауға тексеру жібереміз. Тексеру жібергеннен кейін бірнеше минуттар ішінде біз РСА сертификаты арқылы қол қойып, тексеріп, өтінімді мақұлдаймыз. Мінекей осындай сізге тіркелуге бола ма, жоқ па, сол туралы мәлімет шығады. Әрі қарай резюме толтырамыз. Егерде бұрыннан қойылған резюме болатын болса, порталда соны пайдаланамыз, немесе жаңадан резюме құрамыз. Төменде берілген барлық мағлұматтарды мұқият толтырып шығамыз. Оның ішінде сіз қай уақыттан бастап жұмыссыз қалғаныңыз туралы, сіздің оқу орныңыз, алдыңғы жасаған жұмыстарыңыз, және де сіз туралы қосымша ақпараттар, мәліметтер көрсетілуі тиіс. Барлық графаларды толық толтырып, мұқият танысып шығамыз. Өзіңіз қалайтын жұмыс уақыты, жұмысқа не себепті орналасып жатқандығыңыз туралы, одан әрі қарай сіздің өзіңіздің тұрғылықты мекен-жайыңызға байланысты жұмыспен қамту орталығын таңдайсыздар. Өздеріңіз туралы телефон нөмірлеріңіз, почта адресі, барлығын мұқият толтырып шығасыздар. Диплом бойынша алынған, яғни өздеріңіздің диплом бойынша мамандықтарыңызды тіркейсіздер. Өзіңіз қалайтын қызмет түрін және өзіңіздің жалақыңызды минималды түрде қалайтын, алғыңыз келетін жалақыны енгізіп өтесіз. Сонымен қатар жұмыс графигі, яғни сіздің жұмыс уақытыңыз қандай болады? Мысалы, полный жұмыс күні толық, яғни немесе қысқа, вахталық әдіс болуы да мүмкін. Соның барлығын мұқият толтырып шығасыз. Және де басқа қалаға шығып жұмыс жасауға мүмкіндігіңіз бар ма? Сол туралы келіспейтініңізді көрсетіп кетесіздер. Яғни барлық берілген графаларды мұқият танысып, қатесіз толтырып шығуларыңыз қажет. Сіздің толтырған мәліметтеріңізге қарай жұмыс беруші сізді іздеп таба алады. Бұрынғы жасаған жұмыс орныңыздан мінездеме ұсынсаңыз да болады, және өзіңіздің ерекше қабілеттеріңізді, яғни характеристика дейді ғой, сондайларды енгізулеріңіз керек. Сонымен қатар өзіңіздің оқыған сертификаттарыңыз болатын болса, оларды да міндетті түрде PDF форматында енгізсеңіздер болады. Біз бұл жерде ондай ешқандай сертификат болмағандықтан енгізген жоқпыз. Сонымен қатар өзіңіздің жүргізуші куәлігіңіз болса, жүргізуші куәлігінде көрсетілген категорияларды енгізуді сұраймыз. Барлық берілген мағлұматтарды, мәліметтерді қайтадан бір тексеріп оқып шығып, сақтап аламыз. Сақтап алғаннан кейін сіз ары қарай жұмыссыз ретінде тіркелуге келісім бересіз. Яғни РСА сертификатымен қол қойып шығасыз. РСА сертификатымен қол қойғаннан кейін өзіңіз туралы мәліметтер
еңбек.kz порталында жарияланады. Сайтқа тіркелген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде сізге жұмыссыз статусы беріледі. Сол статус берілгеннен кейін біз жұмысынан айырылуына байланысты жәрдемақыға өтініш тастай аламыз. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Қош сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп, коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.